Ассаламу алейкум, сайгы серджилер, милли телеканалда хаберлер, студияда мен Абдулла Жосман чалышам. Бүгін программамызда. Боғырча қасабасының сакинлері чоқ еллар девамында топрақ дамарталарыны ресмилештірмеге оламайлар. Ахмежетте еллар қазайы алда болуналар. Немселер Қырымға дайым аяшымақ үшін қайтмаға істейлер. Ахмежетте генчри самадлы конкурсы олып кешті. Бұл видегер мевзулар біздің яйнымызда сейер етіңіз. Ахмежетте баз еллар қазайы алда болуналар. Біздің телевизион группамыз бөлі еллардан бірісіне ел алып, левханы азырлады. Ахмежеттің Жени Жигалины соқақында да 70 ел евелсі алман әсірлері ерлештірілген таш ортысы алып ташлана. Акимиет векелерінің айтқанына көре олар ешбір тарихи қиметіні ташымайлар, ләкин ерлі сәкенлер башқа фикірде болуналар. Бұл соқақта елінің тамир ішлері кете. Таш ортысы та инқилаптан евел қойылған еді. Екінші жан жінкінден сон, оны әсір немселер бір ерден башқа ерге ауыштыра еділер. Таш ортысы бұл ерде 100 жылға яқын ятты. Ерлі сәкенлерінің сөздеріне көре, таш ортысыны тамир етмеге керекмей, ой яқшы алда еді. Брусчатку, они говорят, что, мы ее будем перекладать в другом месте, это очень хорошо, они ее уже убрали, да. Но дело в том, что, смотрите, они говорят, ремонтировать ее, мы не могли. Ее ремонтировать и не надо было, вы видели, вон фотографии, ее никто не ремонтировал. Получается, последний раз ее ремонтировали 70 лет. 25-тонники, 40-тонники каждый день ездили. Ничего с той брусчаткой не было, и ничего бы с ней не было еще лет 300-400, а может быть даже больше. Газовщики приехали, сорвали нам колодцы с кирпичом совсем. Посмотрите, тут трубы порвали, вода идет. А нам как жить потом в этом? И кто нам это будет делать? Таш ортысының алынмасы ерлі сәкенлеріні ратсызлай. Ләкин Девлет Шураның рейсі Владимир Константинов бұна қаршы чыққан. Пекерінің фикіріне көре, елны бойле алда қалдырмақ мүмкін дегел. Строительство новой дороги, здесь будет идти большой поток машин. И от того, что здесь будет брусчатка, здесь нет того исторического предназначения. Если бы это было пешеходное, наверное, можно было согласиться и оставить в этом виде, но все равно надо было ее ремонтировать. Дорога должна быть современная. Нужно менять столбы, делать фасады и представлять новый уже, по сути дела, бульвар. Сейчас задача власти это реализовать, а депутатский корпус за этим будет следить, чтобы все произошло так, как на картинке нарисовано красиво. Ахмежеттің шер мемуриет елбашчысы Геннадий Бахаревның айтқанына көре, елның ғайрыдан тамирленуі имзаланған аңлашма бойынша бедерілі. Шер мемуриетінің башы Лейха Девлет экспертизасыны кешкенini таздықлай. Иш адамлары 5 жылға кефілік, яғни гарантия берелер. Стоимость проекта 41 миллион, принцип отбора по значимости транспортного потока. Я повторюсь за Владимиром Андреевичем, совершенно верно сказал о том, что данная улица является дублирующим проездом для обводного пути большегрузного транспорта. Что это значит в части того, почему принято решение? Потому что отремонтировать брусчатку практически невозможно, нет такой технологии. Такого же камня мы не найдем, соответственно начнем, выражусь так чуть-чуть вульгарно, лепить всякие латки. Это бы выглядело более ужасно, чем мы имели в самом начале. Поэтому принято радикальное, я считаю, правильное решение. Девлет құрыжылық бойынша Девлет Шурасының рейс муавины Сергей Шувайников білдіргеніне көре, ең мұйымы бұл ел ортысы қави олмасы керек. Главное, чтобы сделать ненадежную подкладку, не пожалели денег, чтобы все деньги пошли действительно на то строительство, которое по плану. И тогда мы посмотрим, если это будет качественно сделать, вопросов нет. Появится тротуар, появится нормальная дорога. Сколько прослужит? Посмотрим. Гарантию дают 3-5 лет подрядчики. Это уже покажет время. И деревья сохранить, сделать рекультивацию, убрать ветки, поставить новые столбы электрические. То есть сделать приличную улицу, чтобы было не стыдно, чтобы жители и я мог гордиться, что живу на такой красивой улице. Таш ортысының ғайрыдан тамирленув мәселесіні эпісі күтлеви мәлумат васталары музакире етелер. Чоқысы башқа елларға диққат айырмақ кереклігіні қайды етелер. Бүгін есе ерлі сәкенлер ве акимиет векелері арасында субет олғаны жоқ. Әрбір тараф өз фикірлері иле қалды. Елға асфальт қойылмасы бұл язға планлаштырыла. Фатиме Сейтмамуд, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Yollar vaziyeti Qırımның епсі регионлары үшін актуаль меселедір. Бүгін Ялтада yol тәмірленуінің keçişatını мемуриет yol başçısı Andrei Rostenko teftiş etті. Kuror şehirde asfalt bir kaç kat koyula, bu onun devamlı hizmet etuvine erişmege imkan beri. Andrei Rostenko aytkanına göre eski şehirde yollar tәмірленуі çoxtan keçirilmegen edi ve yakın vaqtda şehir sokakları tertipke koyulacak.
Вернадский адына Қырым Федерал университетінің диссертацион салонында 2025 сенеге қадар девлет саясетін эсас үніншілерінің омырге кечірлігі, Русия бірдемлігінің пектілігінде Қырымның ролі ве ері мезуда тогерек маса кечірілді. Қырым Жұмхурет халқлар достлық евінің мудиры Лера Сумулиди Қырым Федерал университетінен ишбірлік ақта анлашма имзалады. Бұл анлашма имзалануының мұйымлегіні Қырым Федерал университетінің халқара фаалиеті ве информацион саясеті бойынша проректоры Сергей Юрченко қайдетті. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом имени Владимира Ивановича Вернадского и Домом дружбы народов, организацией, которая объединяет в себе усилия всех национально-культурных обществ и национальных автономий и реализует диалог между властью и общественностью по соответствующему кругу проблем. Этот договор предусматривает многогранное сотрудничество нашего университета с Домом дружбы, которая, несомненно, пойдет на пользу нашим студентам и всем крымчанам. Ярмаданы бұрқаш ел евел терк еткен чоқсы немселер Қырымға дайыма яшамақ үшін қайтмаға істейлер. Бұақты Алмания иетін азалары Жұмхурет акимиетін векілеріне хабер еттілер. Видергебурт Қырым немселері Жұмхурет жемиетінің рейесі Юрий Гемпель қайдетті ки Қырым Жұмхурет региональ милли медини немселер мұхтаретіне аман-аман авта Алманияда мұражатлар келе. Русиялі немселер ярым адамаға қайтмаға виабадамлашмаға ақта режа етелер. Это группа людей не просто... Бұмында келіп девлет теслим еткен әйеліклерінен құлымаға істеген адамлар дегіл. Олар абаданлашуға өз емегіні қошымаға азырлар. Олардың арасында бизнеселе ұғырашқан адамлар да аз дегіл. Сық берілген суалерден бірісі бұ не олды? Не үшін бірден сіз Алманиядан мұнда келмеге істейсіз? Бұ әневелі өз баларымыз ве торунларымыз ақта қайғыруғдыр. Велиздор Ингольштадт шерінден келді. Қырымға ойынды екінші керек келе. Бұ сефе Русиялі немсе акимет ярдым етер ве оның корантасы Ярмадада ерліштерелер деп үміт еті. Мы сегодня увидели открытость. Біз Қырым акиметтің бізге низбеттен ачықлығыны көрдік. Берілген суалерімізге чоқ жеваплар алдық. Үміт етеміз ки бұ соңки сефер дегілдір. Біздің мақсадымыз Ярмадаға коранталарымызнен көшіп келмек. Видергебурт Қырым немселері Жұмхурет жемиетінің рейесі Юрий Гемпель хати ишана бүгін біздің ватандашларымызға Қырымға қайтмаға виерлешімеге ярдым еткен программа яратылмасы актуаль олды. Асан Бибулаев, Айша Шулакова, Ибраим Ганиев, Милет үшін. Боғырча қасабасының сәкінлері чоқ еллар девамында топрақ дамарталарыны ресмилештірмеге оламайлар. Пейда олған қиынлықларымен мемурлар ярдым етмейлер. Бұл мәселені Султания Ситакаева огреніп, левқасын азырлады. Бұғырча қасабасында бақчыван тешкілятының башы Татьяна Колотохина бір ел девамында мемурлар или топрақ дамырталарыны ресмилештірмек ақта меселені чезмеге тырыша. Оның білдіргеніне көре шер шурасындан адамлар өзлерінің мұражатларына ер вақыт йоқ деген жевап алалар. Январь 22-сінде шер мумриет талап еткені себебінден Татьяна план харита тапшырды. Бұл топрақ сынырларыны белгілеген весіқа. Ама мемурлардан да жевап келмеді. Бұғырча қасаба сәкелерінің фікірлеріне көре топрақ дамырталарыны ресмилештіру жеряны акимиет тарафындан әселет созула. Мені енді 4 кере тоқтаттылар ве 3 кере ред еттілер. Ең сон кере ету формал еді. Сәдеже олар сынырларыны белгілемеге істеймелер. Кадастр бізге ред етті. Ама біз әршені керекли күбі еттік. Шәр шураға весеқалар тапшырдық. Әршені доғры яптық. Бұндан да ғайры Татьяна Колотохина білдірді ки шәр мемуриет яны генплан азырлай. Ве бұл генплан бойынша Бұғырча қасабасының дача сәкенлеріне ер йоқ. Сейдхалил Панич мұнда 7 ел девамында ешай. Ама осевіне прописка олынмақ чаресі йоқ. Чүнки дамартасы ресмилештірілмеген. Шындығы вақытта территориясының сынырларына араштыра. Біз өз топрағымызны ресмилештірмеге істейміз. Чүнки біз мұнда чоқ вақыттан белі яшаймыз. Бұл ерде 15 жылдан зияде яшаған инсанлар да бар. Ахмеджит шерінің баш мемары біздің программамыз үшін бұл вазиетні тефсір етті. Оның сөзлеріне көре топрақ ресмилештіру жеряны мурекептір. Шунын үшін весеқаларыны яваш-яваш азырламақ керек. Баш мемар ишандыра генпланын азырлануы Бұғырча қасабасында дамартыларының ресмилештіревіне алақасы жоқ. Сейчас процесс оформления. Шымды лейхаларын ресми вейлештірлу шекелеріні кетешаты фалеттермек керек. Не вақыт оны япсалар ерше япмақ мүмкін. Бұғырча қасабасының сәкенлері келешекте өз evlerinin сайыблері олажақларына үміт етелер. Султания Ситакаева, Асан Бибулаев, Дмитрий Низовой, Аким Бекиров, Миллет үшін.
Ватандашларымыз кечелері янгынға ораған 84 яшындaki Ления Аджимуратоваға ярдым көсермектелер. Янгын нәтижесінде бұтын весіқалар яқылды. Ихтияр ислам теректің қызыл терче көйінде өмір кечірі. Янгын январның 31-нде олып кетшті. Ления Аджимуратова ве оның жиенini көпек уятты. Олардам янмастан эвел евден чықып құрталдылар. Тақиқат нәтижесінде янгынның себебі қысқа тұташы деп аныла. Крыша все дотла сгорела. Дам бүтінле янды. Первасыз олмаға инсанларның ярдымеле хашар япылды, ведам қойылды. Бұл вазиетте біздерні қалдырмағанларыңыз үшін әркезге тешеккүрлер білдіреміз. 1990 сенесі Ления Аджимуратова қардаш еле ватанымызға авдет олынған вақыттан берлі Ислам Терек районының Қызыл Терчек көйінде тамам бұл евде яшайдылер. Ләкин ноябрь айында қардашы бұл дүнияны терк етті. Арадан 2 ел кечкен сон бұл евде янгын yüz берді. 44 yıl işlep ben böyle şeyini görgem yok. Herkese yardım ederdim. Şimdi günüm halktan alçan ettim yığılıp bana bu damını örtler. Abını örtüp verder. Хайрия Қырым мұсылман фондының тешебүсілі бүтін ярымада қартиге ярдым көстермекте. Малия ярдымдан ғайры весиқалар да доғырланды. Шымды Ления қартана жиені ile азбарда ерлешкен küçük evçikte yaşamakta. Evet, Müslümanlar hepsi bir tayin bir can değiller. Onun için bizde de haber geldi. Bizde muftiyat tarafından ne oldu böyle bir hadiye ne de camilerde her ay toplanıyor. O toplaştıda dediler ki bu bir din kardeşimizin evi yandı. Ona yardım gerek dedim. Bütün cemaat dediğim gibi camiye kenarını toplaşıp elimizden kenarına bize yardım elini sozduk o kampanya. Al hazırda evnin gayrıdan tüklenuf işleri devam etmekte. Yardım kolunu uzatmağa istegen insanların episi din cemiyetlerine müracaat edebilirler. Mavile Eyyupadem İsmailov, Асан Зивадинов, Millet için. Қырым құртарыжылары қазайы құртарыжы ішлер кешірлігі бойынша баш идаренің ең güzel тақымы адлы унван үшін көрештілер. Қырым Жұмхуриетін яңғыға қаршы федерал қызметінің 7 яңғын құртарыжы отряды, Ахмеждетінің мақсус отряды ве Керіштің мақсус дениз отряды 2 зарар көрген адамға тибби ярдым көстерділер. Олар яраштың efsanesine көре автомобилде қысылған екенлер боле тедбірлер Қырымда енді екінші кере кечірілі. Ахмежетте беди яратыжылықны инкишаф еттерген Генчрисам адлы конкурсы олып кечті. Бұл ижади ярыш Қырым Жұмхуриет Медениет әзірлігінің қолтуы елі өткерілі. Ярыш тергіні Фадиме Сейтмамуд зиярет етті. Генчрисам адлы конкурс бүгін Ахмежетнің балалар үшін бедей мектебінде өткерілді. Мұнда бұтын Қырымдан 100-ге қадар иштиракчы қатнашты. Келіңіз оларның муафақиетлерінен яқынжа таныш олайық. Бұл сергі ярыш бедей мектеплерде çalışқан ожаларының 4 yıllık ішлерінің әсабатыдыр деп саймақ мүмкін. Тасвери санатының ресім, манзара, eykel ve тізілеш кебі yönelişleri бойынша талебелерінің ішлері ел тақдим етілі. Бұл конкурс ань-аневи олып қалды. Ve оның нәтижелері адет үзре Ахмежетте чықарыла. Раньше проводился сначала... Эвелері біз бұл мерасимны семинар ве конкурс кебі өткерейдік. Башта конкурс он екінші күніне семинар кечірейдік. Бұл ел біз бұл тедбірлеріні айырмақ ақта қарар алдық. Нәтижеде март айында конкурс, июнь айында есе семинар тешкіл етмеге планлаштырамыз. Эльвина Айвазова Корейздегі бедей мектептің талебесі. Ори самжылықнен енді 3 yıl оғраша. Қыздың фикіріне көре, тасвери санат әрбір инсан үшін хаялларны ве дүния бақышны инкишаф етірмек имканны ярата. Еще полностью не определилась. Мен 2 yıldan beri bu gibi yarışlarda iştirak ettim ve күн-күнден әрбір iştirakımdan büyük hoşnutluk duyam. Bu sene mektep tahsilini yekunleyim, yukarı tahsilini de bu yöneliş boyunca seçeceğim. Александр Шиханин Эльвина қатнаған бедей мектепте уйкен ұжа олып çalışа. O talebesinin geleceği parlaq olacağına inana. Ujası bu yaş insanның ısrarlıq ve emekseverlik çizgilerini kaydetti. Genç ressam yarışı balalarını sanat alemine yakınlaştırıp ruhi degerliklerinin emiyetini anlamağa öğretti, dey o. Это очень важно. Бұл конкурс ресамчылық сасында олардың білгі ве күшлеріні сынай. Бұл кебі тедбірлер әлбетте пек файдалы ве оның нәтижесі алда мұзбет олacak. Возможности их сил. Балаларының қабілиеттеріне ве ожаларының емегіне тасвери санат ве мариф сасында ихтисаслы жюри азалары қимет кесecek. Фадиме Сейтмамуд, Ибраим Ганиев, Millet için.
Рукопожатие атлы Бутун Рузи кинофорумы Ахмеджитте өз программасындан фильмлеріні тақдим етежек. Сеанслар саат 13-те башанажақ. Олар Космос киносалонында апрелін 18-ден 20-ні қадар кечежек. Кіріш бедава. Бұл нұқтада яйынымыз сонына етті evlerіңізге әрдайым әйе хаберлер келсін. Көрішмек үзіре, сағылықнен қалыңыз.